Құрметті менің оқырмандарым, қазір мен манный каша жасайын деп жатырмын. 2 адамдық сол манный каша болады. Азанда жеуге жақсы. Кәдімгідей уже сүт құйып қойдым, 250 мл. Енді соған тұз саламыз. Қасықтың ұшымен ғана саламыз. Содан қант қосамыз. Қант осындай болады. Қант қоссаңыз да болады, қоспасаңыз да болады. Егер біреулерге қантсыз жегісі келсе, қантсыз істеуге бола береді. Енді манный кашаны өйстіп жаймендеп салып, отты жаймен қоямыз, себебі тез пісіп кетпеу керек. Жаймендеп өйстіп пісіреміз. Қамыршық болмау керек, в общем. Қасықпен былай араласып тұра береді. Манный каша қамыршық болмау керек, сосын көп салудың қажеті жоқ. Себебі көп салсаңыздар тез пісіп кетеді, қоюланып кетеді. Ал егер де сәл салатын болсаңыз, ол өзіне өзі қоюланып, жақсы бабымен пісетін болады. Манный кашаны да кейбіреулер енді тез дайын болады дейді. Негізінде осы кашаларды ұзақтау пісірген жақсы деп ойлаймын. Себебі әбден піседі ол. Міне кашамыз осындай болу керек. Әдемі болып пісіп, бір қалыпты болып піседі. Міне осындай болып. Егер де тағы көп қайнататын болсаңыздар, ол қоюлана береді. Өздеріңіз, енді біздің үйдегілер сұйықтау жақсы көреді. Онша қатты қою емес. Енді мынаны көрдіңіздер ме? Осындай болады. Сосын ыстықтай сарымай қоссаңыздар да болады. Болды, осымен манный каша дайын.